ауылдың әкімдері лично кіресіздер, барасыздар, әр үйді аралайсыздар, мал қорасын тазалатасыздар. Аудандағы әлеуметтік-экономикалық даму мен инфрақұрылымды жаңарту мәселелері кеңейтілген мәжілісте жан-жақты талқыланды. Басқосуда автомобиль жолдарын салу және күрделі жөндеу, электр желілерін жаңарту, елді мекендерді табиғи газбен қамту, санитарлық тазалықты қамтамасыз ету және қоғамдық қауіпсіздікті күшейту бағытындағы жұмыстар сараланды. Жиын барысында аудан әкімі өңірдің көлік-логистикалық әлеуетін арттырудағы теміржол саласының маңызына ерекше тоқталды. Оның айтуынша аудан орталығындағы ғасырдан астам тарихы бар теміржол вокзалы толықтай жаңартылып, тұрғындар мен жолаушылар үшін заманауи әрі жайлы қызмет көрсету орнына айналмақ. Жасұлан Жиентаев теміржол вокзалына жүргізген құрылыс жұмыстарын, абаттандыру жұмыстарын қайта қарап, анықталған кемшіліктерді мердігер мекеме дұрыстау керек. Жан-жақтарын бәрін қайтып қарап, проектінде, сметінде не қаралған, соның бәрін дұрыстап, ішіндегі гүлдерін, басқасын Әлиев, Беркул, Ақтөбе, Талайлы теміржол вокзалының айналасында кәсіпкерлік нысандарын бәрін ретке келтіріп, аудан орталығында тұратын 20 мың халықтың 17 мыңға жуық халқы арғы бетте тұрады. Қазіргі таңда барлығы қауіпсіз өтуге және қыс айында қар жаңбырдың астында, жазда күннің астында сақтануға мүмкіндік беретін және қауіпсіздік шараларын қабылдау мақсатында арнайы бейне камералар қазір орнатылды. Бейне камералар жақын күндері аудандық полиция бөліміне қосылады. 2026 жылға 4 өтпелі жоба, оның 2-еуі қаржыланды. Оған облыс бюджеті 34 миллион теңге бөлінді. Ал қалған 2 жобаға Қазалы қаласының 10 көшесін қайта жаңғырту мен Әйтеке би көшесін реконструкциялау аяқтауға 237 миллион теңгеге бюджет өтінім ұсынылды. Аталған 34 миллион қаржыға біз Майдагөл ауылының Алмас көшесін, Желтоқсан көшесін Әйтеке би кентіндегі толық аяқтайтын боламыз. Одан бөлек 3 жылға бюджеттен жалпы құны 856 миллион теңге қаржы бөлінді. Олар Қазалы Қожамақ Бозгөл Кауке аудандық маңызды автомобиль жолының бойында орналасқан темір бетон көпірді қайта жаңғырту. Қазір мердігер мекеме Гүлнұр МП тарапынан 36 дана свай бетондарын қағумен қазір арматура тоқып Росберг және Ригель бетондарын құюға жоспарланып жатыр. Биылғы жылы достар жеке кәсіпкер тарапынан мердігер мекеме яғни 360 дана жол белгісі орнатылып, Әйтеке би кентіне және жақын елді мекендердегі арасын жалғайтын автомобиль жолдарына. Сонымен қатар автокөліктердің жылдамдығын мәжбүрлеп азайту мақсатында 4 дана жасанды кедергі салынып, сонымен қатар 80 шақырым жол жолақтарын сызу жұмыстары жүргізілді. Таза ауыз су бойынша өзіңізге белгілі Алмасбай облысында былтыр аудан бойынша 100% ауыз сумен толық қамтамасыз етілді. Жалпы 41 елді мекен бір қала болса, оның ішінде 32 елді мекен және бір қала орталықтың ауыз су құбырына қосылды. Газбен қамтамасыз ету. Бүгінгі күні ауданда газбен қамтудың индикатор үлесі бір қала 40 елді мекен бойынша 21,4% құраса, халық саны бойынша ауданда барлығы 78.698 адам болса, 61.108 адам газ желісіне қосылған тұрғындарға шыққан кезде ол 77,6% құрап отыр. Жалпы қазір мониторинг бұрын тұрғын үй санымен өлшенсе, қазір тұрғындар санымен өлшеніп 77,6%-ға шығып отырмыз. 2026 жылы жүзеге асыру жоспарланған жалпы құны 1 миллиард 465 миллион 282 мың теңге болатын 4 елді мекен газдандыруға 2026 жылы 680 миллион теңге қаржы бөлінді, құрылыс монтаж жұмыстары басталды. Осы елді мекендерге орамышыл газ желілерінің құрылысын аяқтауға 729,8 миллион теңге қаржы қажет. Аталған 4 елді мекен газ желісін қосу арқылы біз халық санымен 86,7%-ға жету. Елді мекендер бойынша 20%-дан 30%-ға дейін жету жоспарланып отыр. Мәжілісте тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне де ерекше назар аударылды. Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының алдын алу, су айдындарындағы қауіпсіздік талаптарын сақтау және жазғы демалыс кезінде профилактикалық жұмыстарды күшейту міндеттелді. Көктем мезгілінде Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруына қарсы атқарылған іс-шаралар. Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруының табиғи ошақтарында 26 жылы көктемгі эпид маусымында жүргізілетін залалсыздандыру жұмыстарының кестесі бекітілген кестеге сәйкес ауданымыз бойынша қолайсыз болып табылған 7 елді мекенде Арық, Балық, Басықара, Мәдениет, Байғожа, 99 бекет, Ойында, Алтай бекеті, мал қоралары мен ауыл шаруашылығының кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары 28 сәуір мен 15 мамыр аралығында екі кезеңде жүргізілді. Сынама қорытындысының нәтижесінде өңделгеннен кейінгі
жеті елді мекен бойынша жалпы тиімділігі 94,7%, шаңырақ пен суатта 100% көрсетті. Конго Қырым геморрагиялық қызбасы ауруына қарсы жеті елді мекендерге тұрғындар арасында көктемгі залалсыздандыру жұмыстарына дайындық жүргізуге, қораулардың механикалық тазарту туралы және де ауру туралы түсіндірме жұмыстары тұрғындар арасында және әлеуметтік желілерде ұдайы жүргізіліп келеді. Ауданымыз бойынша қазіргі таңда тұрғындардың қаражаты есебі мен өтініштеріне сәйкес 2350 бас мүйіздері қараға, 7000 бас уақ малға, 700 бас жылқыға, 300 бас түйеге энтопаразиттер мен эктопаразиттердің алдын алу мақсатында айбен, ивермектин, аверсек және тағы басқа препараттар егілді. Мамандармен ақылдасып бізге ұсыныс беріңіздер. Срочно ЧС-тің біз осы жерде комиссиясын өткізейік, ақылдасайық төтенше жағдайлар бойынша. Заңдылығын қарайық, сосын шешім қабылдаймыз. Жақсы ма? Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы, ертең сен барлық шаруа қожалықтарға ескертіп айтасың, өзінің қаражат есебінен аймақтарын сол жердегі шаруа қожалықтар улау керек. Біз ауылдың айналасын, қазір тізімді бересіздер, ауылдың айналасын, санитарный зонасын, қорадағы мал қораның ішін істеп берейік. Ал біз енді барлығын істеп бере алмаймыз, мүмкіндік жоқ. Бірақ өзіміздің мал ғой ертең. Сосын улау барысында ауылдың әкімдері техникалық бар, механический жасаңыздар, ертең. Мен личный өзім аралаймын ертең, мал қораның ішін барып, ертең личный барамын. Осыны жұмыстанам арнайы жұмыс қыламын, адам өмірінен артық емес қой. Мал қораның ішін аралаймын. Егер іші толып, қиыға, кезекке толып тұратын болса, онда маған ренжімеңіздер. Ауылдың әкімдері личный кіресіздер, барасыздар, әр үйді аралайсыздар, мал қорасын тазалатасыздар. Сосын болды деген кезде біз сол кесте қоямыз жалға соңғар улаудың. Жарайды ма? Улаудың жоспарын қоямыз. Мына күні мына ауылда бір күн бұрын сіздерге уақыт береміз. Өздеріңіз ауылдың азаматтарына кіріп, ескертіп, WhatsApp чат, байланыс арқылы ескертесіздер. Оның ішіне сақтық шараларын қатты бақылау керек. Енді улаймыз деп малды қырып алмайды ертеңгі күнде. Жарайды ма? Осының бәрін сіздер ветеринария, сіз инструктажын жасаңыздар сақтық шараларына қатысты. Кейбір азаматтарға зиянымыз тиіп кетпесін, мал жанға зиянымыз тиіппесін. Осының бәрін қарау керек. Жиында көктемгі әскерге шақыру науқанының орындалу деңгейі де қаралды. Өз кезегінде жауапты бөлім маманы әскер қатарына шақыру науқанының барысы туралы баяндап, әскери қызметке аттанған және шақыру жұмыстарымен қамтылған азаматтар жөнінде ақпарат берді. 26 жылы көктемгі межінде әскери қызметке Қызылорда облысы қорғаныс жөніндегі департаментінің 93 азамат әскерге тапсырыс берді, әскери шақырушы. Оның 73 азамат әскер қатарына жіберілді. Қазіргі таңда алдымызда 5 қана ұлттық құрама командасының 5 қана командасы қалды. Осы уақытқа дейін графикке көрсетілгендей тек қалып тұрған бізде 4 ауылдың округпен бір ITK кенті ғана. Тасарық, Сарбұлақ, Аранды, Басқара. Қазіргі таңда облыста 4 азамат әскерге шақырушы өтуде. Оның ішінде 3 азамат ITK кентінен, біреуі Тасарық ауылдық округінен. Аудандық дәрігерлік сараптамадан 2 азамат өтуде, біреуі ITK кенті және біреуі Сарбұлақ ауылдық округінен. Алдағы уақытта ол кісілер берілген тапсырысты жауап деп сеніп отырмыз. Қазіргі таңда аудандық шақыру комиссиясынан 188 азамат келді. Оның жарамдысы тек 79, жарамсыз және уақытша жарамсыз 83 азамат, қосымша тексеріске кеткен 9 азамат. Әскери істен шыққан 20. Сонымен қатар Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан санитарлық тазалық, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарының барысы сараланды. Жиын барысында анықталған кемшіліктерді қысқа мерзімде жою және елді мекендердің тазалығын тұрақты түрде қадағалау сөз болды. Келесі мәселе Таза Қазақстан бағдарламасы аясында бұл тазалық күнделікті бақылаудан түспейді. Сондықтан Таза Қазақстан күнделікті ауылымыз әр азамат, әр тұрғын есігін алды мекеменің басшысы тазалық жұмыстарын жүргізу керек. Есіктерін алдын шөбін шабу керек, бояу жүргізетін бағандарды бояу керек, жарықтарды дұрыстау керек, белгілерді қалыпқа келтіру керек. Жақсы, слайд бар ма, көрсетіңдер. Мусорлардың бәрін ал. Міне мынандай тастайтындар кеше белгіленген жерде штраф салып отыр еді. Мына бетон неге алынбайды, Досмамбетов көшесін? Бұл үйдің бюросы адам жоқ, қарастырылған. Не проблема, қорасына крамен көтеріп кетеді, қорасына тастасай болды әрі қарай. Сен айт апама айт, апа талап осылай. Қораңызды ішіне кіргізіп берейік, болмаса алып кетейік деп, болды екі мәселе. Рұқсат болса ішіне кіргізіп берейік дейік манипулятормен.
Мәжіліс қорытындысында аудан әкімі барлық жауапты сала басшыларына берілген тапсырмалардың уақытылы әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етіп, олардың орындалуы қатаң бақылауда болатынын ескертті.